Келесі команда туралы көп сөздің қажеті жоқ. Алдарыңызда былтырғы жылғы чемпиондар Аралас, Қызылорда облысы. Қалайсыңдар, болмаса колледжге түсе салам ба дейтін қыздар. Жаңа өлеңдеріңнен үстеріңнен құмырсқа өтіп кетті ма? Бір түрлі болып қалдыңдар да. Енді мына Астанаға келдіңдер. Бәйтерекке, Хан Шатырға суретке түстіңдер ма? Андай агентте андай фотолар шығып жатқан шығар. Я в Меге. Я в Хан-4 деген. Да. Ассалаумағалейкум, астаналықтар! Құрметті бірінші курстың студенттері. Қуаныңдар, астаналықтар деген сөзге кіріп жатсыңдар, қуаныңдар. Құрметті жігіттер, енді жігіттер. Қалай 11-ші класста выпускной қалған, костюм шауып алған бірінші курста хит болып жатыр ма? Ойбай, қызық да бәрі. Сосын андайда, сабақтан шығып баратасың да, артта 3 бала тұрады, 3 бала сыртта, я. Сосын бауырым бері кел дейді, да. Қалтаңдағы сотқы міндетті түрде апашқындікі, ағашқындікі болып кетеді. Мұңаймаңдар, мұңаймаңдар, дым қысылмаңдар. Я, қысылмаңдар, былай ашылып отырыңдар. Болды. Сосын құрметті қыздар, дегенді қойыңдар қыздар. Болашақ бүгіннен басталады. Я. Тартыл шеш мен қарай. Ассалаумағалейкум. Уайсыз. Химар ма? А? Химар ма? Түсінбедім. Химар ма? Тиын деме бар ма? Тиын бар ма дейді, тиын. Тиын жоқ. Енді сен тиын болатындай орман емессің ғой. Мен де саған тиын болатын, не орманмын ба не? Сен саған айтқан жоқтың ба? Сен орман болатындай тиын емессің ғой деп. Мәтті дұққасы! Қалайсың Мәтіна? Қалайсың Зима? Зима! Асандасың ба? Ұялы телефон бар ма? Ұялы телефон бар ма? Ұялмай айта берші, ұялы телефон бар ма? Хабарластырамыз ғой. Жайдарманға келіп атқан қадамың оң болсын атак. Бірінші рет келіп атыр дейді ғой. Базар жоқ. Базар жоқ деппін ғой, так ассалаумағалейкум. Өзін приколға тығып жіберейін ба? Аға, қолыңызға не болған? Бұл қолға не болмаған дешеші? Не болмаған? Сынып қалған ғой бұл қол. Сынып қалған? Қалай болды? Кеше телефон істеуге шығам ғой түнде ше? Әңгіме жоқ қой. Телефон істеуге түнде шығам. Әңгіме жоқ. Алдында біреу отырген шаймен жақындауына бауырың тиын бар ма? Дейін. Әңгіме жоқ. Үндемей. Андыра жау деймін. Әңгіме жоқ. Қойды ма деймін. Тиын бар ма дейін, үндемейді. Телефон бар ма десем, үндемейді. Екі удар тұстап қолым сындырып алдым. Қалай? Ескерткіш екен ғой анау. Әңгімен көп сөзбей-ақ қойын. Иә. Ұялы телефон бар ма? Шаршиш. Апамдікі ғой.
Мынау да біреудің апасыныкі. Түсіндің ба? Иә. Мынау нәу жерінде тұрған не ол нәу жерінде? Мұрын? Сол артық ау саған. Жарайды ма? Мынау күшті екен, ә? Иә. Күшті екен, мынау. Аға, бише. Биш? О, Биш? қой. Қайт бише. Аға, бише. Аға, бише. Қой. Аға, бише. Олай болады болса, қымбатты достар, мұнда әзілдер бізде көп келді. Ал, құрметті 11-ші класста енді тапсырғандар, ұлттық бірыңғай тестілеу қалай болды? Жоқ, шешінбей ақ қойыңдар, кәдімгі көрсете беріңдер. Үйлену оңай, үй болу қиын деген бар. Саналы жастар осыны ұғып бағыңдар. Балаң үйленем деп жатыр ғой. Ау? Балаң үйленем деп жатыр ғой. Білем, иә. Қарамайсың ба, шаруаң жоқ қой, сен бір үйде еркек болып қарамайсың соған. Қарап жоқ қой? Қарамайсың ба? Ма кім шақырды, қарама. Спискісін жазып қойдым түнде. Кім шақырды? Ей! Нұрбек неге шақырғансың? Нұрбекті шақырсам сені ренжейсің, шақырмасам ол ренжейді. Мен сен күйеуіңмін ғой? Ол да менің бірінші күйеуім емес па? Сен бәрі реттеп қойып отқан жоқпын ба? Онда құралайды шақырайық. Кім ол? Мен бірінші әйелім ғой. Мына жерге Майраны неге 20 рет жазып қойғансың? Мен өзің ішіп алып 20 рет таныстырған жоқсың ба мені? 20 рет таныстырған. Оны ғой, мынау Ерғали, Қанат дегендер мен танымаймын оналарды. Мен де танымаймын. Мен неге шақырдым оларды? Танысайық деп шақырдым. Қазір басын істемей шығармын. Не? Қайрат ұрыны неге шақырғансың сен? Сен өзің айтқан жоқсың ба, семьяға қатысы бар адам шақыр деп шақырып отырмын сосын. Нормально қылып. Ей, ақымақ мында кел. Не? Парикмахер деген кім? Ақымақ. Мен ақымақ деп қояды. Өзі білмейді, парикмахерден шаш алатын адам ғой. Мында кел. Участковыйды неге шақырғансың енді? Участковый өзі айтқан жоқ па, үйлеріңде бірдеңе болса шақырыңдар деп. Сосын шақырып отыр меге. Басын істемей. Сен қап мені жынды қылат шығарсың сен. Жынды қылат шығарсың сен мені. Мен псих боламын мен. Аманғали шақырайық. Ол кім? Психолог қой. Сен... Нұғым тағы? Сен онан да неге ана нағашыларды, жиендерді, құдай жекжат дегендерді неге шақырмайсың? Ойбай, солар да бар екен ғой. Олар обязательно келе керек қой енді. Енді бәрін жазып қой. Енді? Бала қайда? Бала қақта? Бер келді, мына тізімден жазып қойдық мына жаққа. Қарашы ішіне соның бәріне. Қарамнан. Әке? Ау? Апа? Әке? Ой? Апа? Не істеп жатсыздар? Сен тойыңа спискін жазып жатыр, кім келеді, кім келмейді деп. Қонақтардың тізімін жазып. Әуре болмаңыздар. Неге? Мен үйленбейтін болдым. Неге? Менің ол іске қатысым жоқ екен. Құрметті достар, сөз сонда кішкентай болса да шындық. Жалпы Астана мен кішкентай Арал қаласы өте бір-біріне ұқсайды. Неге деп тұрған шығарсыздар? Өйткені Арал қаласында сіздер сияқты керемет әдемі қыздар бар. Арал қаласында да мындай керемет залдар бар. Бірақ сіздерде теңіз жоқ, бізде де теңіз жоқ. Содан кейін біз тұз шығарамыз, сіздер соны жейсіздер. Енді бір айтатыны, әкімнің кубок жоқ тек. Бірақ бізде күшті әзілдер бар!